Қазақ халқының сәнді қолданбалы қол өнері. Алматы қаласындағы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында ұлы дала өрнектері атты көрме ашылды. Онда көрермен назарына мұражай қорында сақтаулы тұс киіздер мен ерлер мен әйелдердің ұлттық киім үлгілерінің құрамдас бөлігі саналатын қазақи нақышта безендірілген белбеулердің түр-түрі ұсынылды. Қазыналы халқымыз кесте тігу сынды аталы өнерді байырғы заманнан дамытып келеді. Киіз үй жабдықтары мен ұлттық киім үлгілерін жасау ісінде бар бұйым ою өрнектермен көмкерілген. Әсіресе алтын жіппен кестелеп тігу өнерін жетік меңгерген шеберлердің еңбегі аса жоғары бағаланады. Кесте өнері жалпы ежелден келе жатқан өнердің бір түрі. Әйел адамдардың айналысатын өнерлерінің ең маңызды түрде ең үлкен түрі осы кесте өнері. Кестемен кестелеудің өзінің бірнеше әдіс тәсілдері бар. Оның және баспа, ілмектеп алу, бізбен кестелеу, осындай түрлері осы уақытқа дейін мінекей осы біздің шеберлеріміз түс киізді ғана емес, біздің қазақтың ұлттық киімдерін де, төсек жапқыштар, басқа да үй тұрмысында қолданатын. Қазақ халқының дәстүрлі өнерінің ерекшеліктерін ұлттық киім үлгілерінен байқауға болады. Мәселен, шалбарлар күдері деп аталатын иілген арнайы жұмсақ теріден тігілген. Оны пішуге түрлі түсті жіптер қолданылған, кейін күміспен әшекейленген. Сама вот эта техника блокировки, штамповки. Темір бұйымдарды қалыптау техникасы ежелгі заманнан бері қолданылып келеді. Мәселен, алтын адамды алып қарайтын болсақ, оның киім үлгісі толықтай бағалы металмен жалатылған. Қазақ халқының темір түйген шеберлері бағзы заманнан бері осы кәсіпті меңгеріп алған. Олар көбіне күмісті пайдаланған. Сондықтан күміс бұйымдар көп. Сохраняется и в народном прикладном искусстве казахов, но только народные мастера используют серебро. Тартымды жасалып, биязы көркемделген қазақтың ұлттық ою өрнектерінің әрбірі терең мағынаға ие. Олар түрлі пәле-жаладан қорғайды деп саналған. Дәстүрлі өрнектер ұлы дала халқының бірегейлігін танытқан. Бұл көркем туындылар тарихы терең тартқан қазақ халқының мәдени мұрасынан сыр шертеді. Бұл дәстүр ұрпақтан ұрпаққа мирас болып сақталып келеді. Еске салсақ, ұлы дала өрнектері көрмесінің экспонаттарын тамыз айының соңына дейін тамашалауға болады.